Бәріңізге ассалаумалейкум достар, сіздермен мен Арсланбек. Достар, бүгін біз телефонда қалай хедшот жасау керектігін білетін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Себебі әр айтқан сөз сізге керек болады. Және де мен сізге 3 қадам айтатын боламын. Осы 3 қадамнан кейін сіз ең жақсы FOFO ойыншыларының бірі бола аласыз. Енді ол үшін жаттығуды да ұмытып кетпеңіз. Ал ендеше біз бастаймыз. Ең алғашқы қадам бұл телефондағы настройканы дұрыстау. Менікі Xiaomi телефон минимальная ширина 460-430 болуы керек. Ал ускорительді міне осындай немесе көп қылуға да болады. Екінші қадам бұл кнопка огня. Кнопка огняны барынша кішірейтіп қоясыз. 70-тен төмен болуы керек. Және де көбіміз хедшот кетеді деп ойлап жоғарыға қарап осылай атып жатамыз. Негізінде бұл дұрыс емес. Хедшот мүлдем кетпейді, тек андай екі оқпен кетуі мүмкін, бірақ ол да екі талай. Негізінде кнопка огняны жарты дөңгелек қылып атқан дұрыс. Себебі 90% оғыңыз басына кетеді, ал қалған 10% кетпей қалуы мүмкін. Ал енді менің атысқаныма қараңыз. Міне, тіпті айдалаға ұрғанның өзі де жарты дөңгелек қылып атамын. Міне, атамды да қараңыз. Ал енді үшінші қадамға да келіп жеттік. Үшінші қадам бұл чувствительность. Мойындаңдар, барлығыңызды осы чувствительность үшін ғана келдіңіздер. Бірақ та достар, естеріңізде сақтаңыздар. Чувствительность болғанымен осы 3 қадамды бірге ұстансаңыз, сол кезде ғана сізде жесткий хедшот кететін болады. Егерде көп тренировка ойнап, көп жаттығатын болсаңыздар, міндетті түрде сіз хайлайтер болып шығасыз. Сосын егерде хайлайтер болып кетсеңіз, осы Арсланбектен үйрендім деп айтуды ұмытпаңыз. Ал егерде менің чувствительностьім сіздің телефоныңызға келмей тұрса, сіз өз телефоныңызды комментарияға жазып кетіңіз. Мен 1 айдың аралығында жауап қайтарып, чувствительностьіңізді беретін боламын. Бұл видео пайдалы болды деген үміттемін. Лайк басып арнаға тіркеле кет. Комментария жазсаң тіптен жақсы болар еді. Сіздермен болған мен Арсланбек. Қош, саламатта болыңыздар.